Ассалаумағалейкум тұлпар кезет арнасының құрметті көрермендері. Бүгін біз Шымкент қаласы автокөлік базарына келіп қалдық. Егер де түсірілім ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып бізбен бірге болыңыздар. Алдарыңызда Daewoo Next автокөлігі 2005 жылғы қозғалтқышы 1.6. Бағасы 2 миллион 200 сұрап тұр екен, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жаман емес. Көлік табам деушілер болса, көлік егесі номері 8778 009 5095 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Lada 2115 автокөлігі 2000 жылғы қозғалтқышы 1.5, бағасы 1 миллион 400 мың сұрапты, бірақ нақтылам деушілерге келісім бар дейді. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында орылған жерлері жоқ. Көлік табам деушілер болса, көлік егесі номер 8775 221 1962 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Lada Priora автокөлігі 2014 жылғы қозғалтқышы 1.6. Бағасы 4 миллион 250 лира асып қойды, бірақ нақтылам деушілерге 4-ке берем деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында орылған жерлері жоқ. Көлік табам деушілер болса, көлік егесі номері 8778 652 89 98 хабарласыңыздар. Алдарыңызда хетчбек шанаттағы Opel Vectra автокөлігі 90 жылғы қозғалтқышы 1.8, қорабы автомат, бағасы 1,5 миллион лира асып қойды, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жаман емес. Көліктің сыртқы шанағында орылған жерлері көрінбейді. Көлік табам деушілер болса, көлік егесі номер 8778 706 87 38 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Ford Sierra автокөлігі 89 жылғы қозғалтқышы 2 куб, қорабы механика. Көліктің жағдайы жаман емес. Көліктің сыртқы шанағында орылған жерлері жоқ. Көліктің бағасы 2 миллион деп бағалап жатыр, бірақ нақтылам деушілерге 1.8-ге берем деп тұр. Көлік табам деушілер болса, 707 358 02 01 срочно сатылады. Аппаратура. Осы номерге хабарлассаңыздар болады. Өздеріңізге бұйырсын. Алдарыңызда Volkswagen Golf автокөлігі 89 жылғы қозғалтқышы 1.8, қорабы автомат, бағасы 3 миллион 300 мың сұрап тұр екен, бірақ нақтылам деушілерге 3-ке берем деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы.
Егерде автокөліктерімізге хабарландыру белгілеріміз келсе, радиорубкаға келулеріңізді сұраймыз. Біз сіздерге тез сатып алуға, айырбас алуға, Көліктің сыртқы шанағында ұрлан-сатылған жерлері жоқ. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері 8778 888 2577 хабарласыңыздар. Алдарыңызда BMW E34 автокөлігі 92 жылғы қозғалтқышы 2.5 қорабы механика, бағасы 2.700.000 сұрап тұр екен, бірақ келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы, көлік толықтай электр пакет. Көліктің сыртқы шанағында ұрлан-сатылған жерлері жоқ. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері 878 632 45 19 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Лупарик Мерседес автокөлігі 97 жылғы қозғалтқышы 2.8 қорабы автомат, бағасы 4.800.000 сұрап тұр, бірақ келісім бар дейді. Көліктің жағдайы жақсы. Көлік толықтай электр пакет. Салоны кожа. Көліктің сыртқы шанағында ұрлан-сатылған жерлері жоқ. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері 8707 283 42 41 хабарласыңыздар. Алдарыңызда BMW E34 автокөлігі 92 жылғы қозғалтқышы 2.8 қорабы механика, бағасы 2.400.000 жазып қойды, бірақ нақты алған берушілерге 2.2 берем деп тұр. Көліктің жағдайы жаман емес. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері 8700 202 34 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Volkswagen Golf автокөлігі 2000 жылғы қозғалтқышы 1.6 қорабы автомат, бағасы 3.300.000 жазып қойыпты, бірақ нақты алған берушілерге 3-ке берем деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында ұрлан-сатылған жерлері жоқ. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері 8700 120 07 37 хабарласыңыздар. Алдарыңызда тағы бір Volkswagen Golf автокөлігі 2003 жылғы қозғалтқышы 1.6 қорабы автомат, бағасы 3.800.000 сұрап тұр, бірақ нақты алған берушілерге келісім бар дейді. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында ұрлан-сатылған жерлері жоқ. Көлікті алған берушілер болса, көлік егесі номері
8707 505 4801 8747 391 8801 хабарласыңыздар. Audi A4 автокөлігі 97 жылғы 1.8 қорабы автомат, бағасы 3 миллион деп жазып қойған екен, бірақ нақты өңдеушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы, көліктің алдыңғы жағы электропакет. Көліктің сыртқы шанағында орылған сыртылған жерлері жоқ. Көлікті алған өңдеушілер болса, көлік егесі номер 8778 984 1114 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Chevrolet Aveo автокөлігі 2012 жылғы қозғалтқышы 1.6 қорабы автомат. Бағасы 4 миллион 600 мың деп жазып қойыпты, бірақ нақты өңдеушілерге 4-ке берем деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында орылған жыстырылған жерлері жоқ. Көлікті алған өңдеушілер болса, көлік егесі номері 8701 555 95 43 хабарласыңыздар. Алдарыңызда Opel Mercedes автокөлігі 97 жылғы қозғалтқышы 3.2 қорабы автомат, бағасы 3 миллион 900 мың деп жазып қойыпты, бірақ нақты өңдеушілерге келісім бар деп тұр. Көліктің жағдайы жақсы. Көліктің сыртқы шанағында орылған сыртылған жерлері жоқ. Көлікті алған өңдеушілер болса, көлік егесі номері 8775 899 1695 хабарласыңыздар.